Сәлеметсіңдер ме, балалар? Қайырлы таң досым, қайырлы күн болсын. 7 күннің әр кезі сәттілікке толсын. Біздің алар бағамыз кілең бестік болсын, деп бүгінгі күнімізді бастаймыз. Здравствуйте, ребята! Начнем наш сегодняшний новый день. Бүгін 18 қаңтар. Сегодня 18 января. Сабақтың тақырыбы. У нас сегодня новые темы. Оң қолымда 5 саусақ. Әлібек, тісіңді тазала. В правой руке 5 пальчиков. Әлібек, почисти зубы. Откройте свои учебники казахского языка, вторую часть. Тема «Оң қолымда 5 саусақ». Жаңа сөздер. Новые слова. Саусақ, пальцы. Башпай, пальцы ног. Бармақ, палец. Тара, расчесывать. Бет, лицо. Тыңда, қайтала. Слушай внимательно. Повторяй. Саусақ, саусағы. Бармақ, бармағы. Менің саусағым. Сенің саусағы. Оның саусағы. Ойын ойнайық. Бірінші саусақ атам. Екінші саусақ әжем. Үшінші саусақ әкем. Төртінші саусақ анам. Кішкентай саусақ мен. Қайтала. Повторяем. Санамақта айтылған саусақ атауларын бірге қайталап, жаттап алыңдар. Санамақ. Бас бармақ, балаң үйрек, ортаң терек, шылдыр шүмек, кішкентай бөбек. Ребята, надо выучить. Кел, жаттығайық. 5 саусағым батырым, бар ғой сенің ақылың. Сұқ саусағым батылым, барлық саусақ жақының. Повторяем. Мен шашымды тараймын, сен шашыңды тарайсың, ол шашын тарайды. Тісіңді тазала. Повторяем. Қайталаймыз. Суреттерге қара, сөйлемдерді толықтырып айт. Мен шашымды мен жуамын. Суреттің орнына сөздерін сендер айтасыңдар. Посмотрите на картинку и заполните словами. Суреттердің орнына қажетті сөздерді қойып оқы. Вместо картинок поставь нужные слова и прочитай. Жалқаубектің кір. Әлібектің таза. Ойлан, өзің оқы. Оқушылар орындайтын тапсырмалар. Балалар, дәптерге бүгінгі күнді, тақырыпты жазамыз. Ребята, пишите в тетрадях число и тему урока. 18 қаңтар. Оң қолымда 5 саусақ. Әлібек, тісіңді тазала. Бірінші тапсырмаларың. Оқулықтың 5-ші бетіндегі 3-ші тапсырма. Суреттердің орнына қажетті сөздерді жаз. Екінші тапсырма. Жазу дәптер нөмір 3-ші бөлім. 3-ші және 8-ші беттер аралығын орындау қажет.